Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Кең байтақ Қызылжар топырағы, алуан жүректердің қадамына қуат, қиялына қанат байлаған қасиетті өңір. Тарихы тереңге жайылған бұл өлке менің кіші отаным. Олай болса, Петропавлға жолымызды бастайық. Оянды ерте қала, асығып суыт жандар, тыныққан оймен сана, жүгіріп шыныққандар. Оянды ерте құстар, және де терек талдар, оятты біреулерді тірілікпен себеп салдар. О, қала, о біздің әсем қала, төзімде тағат бар ма, өмірлік сұрақтарға өзіңде жауап бар ма? О, қала, о біздің ару қала, сөзіме үн қатпаған, жай күйің жұмбақ маған, сырымды кімге ақтарам? Соңғы жылдары Петропавл қаласының дамуында ерекше қарқын жаңа леп бар. Күнделікті көп байқала қоймағанымен, алыс жақыннан келген қонақтар жаңа киіп енген шаһардың келбетіне оң бағасын беріп жатады. Мемлекеттік бағдарламалар аясында шаһарда заманауи тұрғын үйлер бой көтеріп, сауда ойын-сауық орталықтарының саны артты. Хрущевка деп аталып кеткен ескі үйлердің қасбеті ашық түске боялып, шатырлары жөнделуде. Мұндай өзгерістер қала тұрғындарының көңілінен шығып, марқайтып тастайтыны жасырын емес. Дегенмен бүгін мен қаламыздың тарихы жайында аз кем айта кетпекпін. Облысымыздың орталығы Петропавл қаласының іргесі қаланғанына биыл 269 жыл толды. Сәулеті келіскен көне шаһар тұрғындары туған қаласын басқалардан артық көреді. Солардың қатарында мен де бармын. Қызылжар көп қазаққа арман жерсің, далайдан біз секілді қалған жерсің, керейде толыбайсың, туын тігіп, найзасын қанға бояп алған жерсің. Атынды Қызылжар деп бабам қойған, қондырып саған қосын көңілі тойған, деп сері жырлағандай, сүйікті қаламыздың тарихы бай. Бір қызықтысы, 19 ғасырда Петропавл қаласы ірі сауда орталығы болған. Бұрынғы Вознесенский даңғылы бүгінгі Қазақстан Конституция көшесінің бойында сауда-саттық қыш қайнапты. Міне, осында тарихи деректер қолыма қалам алуыма түрткі болды. Менің қалам 269 жыл бұрын Әулие Петрдің әскери бекінісі ретінде әлемдегі ең ұзын өзен Есіл өзенінің оң жағалауындағы салынған болатын. Бекіністі 2000-ға жуық адам салған. Бекініс айналасында құрылған қала ірі мәдени орталыққа айналды. Аумағы 224,95 шаршы километрді алып жатқан қалада бүгінде 200 мыңнан асса адам тұрып жатыр. Алғашында әскери форпост, кейіннен Сібір татарларының қаласы атанды. Кейін Петропавл қаласы ірі сауда орталығына айналды. Қаланың өткеніне қатысты айтылатын деректерде бекініс болып іргетасы қаланып, христиан әулиелері Петр мен Павлға арнап шіркеу тұрғызылғандықтан 1841 жылы шаһар атауы Петропавл деп аталғандығы жазылады. Бұрынғы атауы неліктен Қызылжар дегенге келетін болсақ, қала Есіл өзенінің биік жар қабағында орналасып, көктем кезінде өзен тасығында лайланып, қызыл көңіл түске бойлатындықтан осылай аталған деседі. 1936 жылдан бері Петропавл облыс орталығына айналды. Петропавл ескерткіштер мен мүсіндер қаласы. Бұл жерде 19-20 ғасырдың бірегей құрылыстары сақталған. Қазір қаланың архитектуралық құрылыстарының көп бөлігін көпес үйлері мен дүкендер құрайды. Көптеген ұрпақтардың еңбегінің арқасында қала ірі экономикалық және мәдени орталыққа айналды. Петропавл станциясы ұзындығы 9187 шақырым болатын әлемдегі ең ұзын темір жолда Транссібір магистралінде орналасқан. Бұдан бөлек, осы жерде Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген ұзын магистральдік су құбыры салынған. Қаламызда мәдениет орындары көптеп кездеседі. Соның бірі Погодин атындағы облыстық орыс драма театры. Оның 130 жылдан астам тарихы бар. Театр алында аты аңызға айналған қазақ халқының батырлары Қарасай батыр мен Ағынтай батырға ескерткіш орнатылды. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің барлық оқу корпустарына қайталанбас бейне беретін планетарий күмбезі ақш Learning Technologies фирмасының проекциялық аппаратурасымен жабдықталған. Бұл республикадағы заманауи ғылыми міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін көлемі бойынша екінші телескоп.
жердің кез келген нүктесінде, жылдың, тәуліктің кез келген уақытында көрсетуге мүмкіндік бар. 2018 жылы қаламыздың жаңартылған және жанданған 20 шағын ауданында 500 келушіге арналған жаңа мешіттің салтанатты ашылуы өтті. Мешіт қаланың сәулетті безендірілуіне айналды. Облыстық тарихи-өлкетану мұражайы 1924 жылы Караваны көшесіндегі шағын үйде орналасқан болатын. Қазіргі таңда Қазақстан Конституция деп аталатын көшеге орналастырылды. Бүгінде бұл кешен Қазақстанның ең үздік мұражайларының бірі болып отыр. Оның қорында 134 мыңнан астам экспонаттар сақталған. Абылайхан резиденциясы мұражайлық кешені 2008 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен ашылды. Кешен құрамына Абылайханның үйі, Абылайханның кеңсесі, келушілерге арналған үй, монша кіреді. Ботаникалық бақтың аумағында бұл жерлерге экзотикалық болып табылатын тропикалық өсімдіктердің мыңнан астам түрлерінен құрылған коллекциялары жиналған. Көптеген бағбандар мен гүл өсірушілердің еңбегінің арқасында құнды экспонаттар өсірілді. Олар Гаванадан әкелген Куба лимоны, ақш-тың өсімдік символы Вашингтония пальмасы, әлемде деңгейде әйгілі саябақтардағы сирек кездесетін даналар. Революцияға дейін уақытының өзінен Мишан орманы Петропавл қаласы тұрғындарының демалыс орны болды. Орман өз атауын Әулие Петр мен Павел қаласындағы Мишан, яғни қала тұрғындарының демалыс орны ретінде алады. Қаладан солтүстік бағытта орналасқан Мишан орманы біздің арктикалық желден қорғайды. Шаһардың жас өркен жаңа шағын аудандағы 1000 орындық теннис орталығында еуропалық стандарттарға сәйкес келетін 4 жабық және 3 ашық корт орналасқан. Бұл қалада халықаралық деңгейдегі жарыстар мен басқа да шараларды өткізуге мүмкіндік береді. Оқушылар сарайы. Жас солтүстік қазақстандықтарға мемлекет басшысы жасаған ерекше сыйлық. Бұл ең соңғы әлемдік талаптарға сай жабдықталған IT орталық. Мен Петропавлды жақсы көремін. Оның адамдарын, табиғатын, ауасын, көшелерін жақсы көремін. Петропавл Астана емес, Алматы емес, Париж емес. Өзге ірі қалалардағыдай алпауыт ғимараттар мен мұралар жоқ. Алайда оны еш нәрсемен салыстыра келмейтін тарихы бар. Петропавлдың өз жаны бар. Қазіргі кезде Петропавл астаналар мен ірі қалалардың халықаралық ассамблеясының мүшесі болды. ТМД-ның үздік қаласы көрме конкурсына қатысып 3 грантқа ие болды. Оның ішінде тарихи мәдени мұраларды сақтаған үшін гранты да бар. Петропавл қаласы тарихында қазақтың әйгілі қайраткерлері Шоқан Уәлиханов, Мұжақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Абдрахман Айтиев, Қажымұқан Мұңайтпас және Балуан Шолақтың ізі қалған. Бұл тұлғалармен байланысты тарихи орындарда баршылық. Мысалы, қаланың өткенінен сыр шертетін 100-ден астам архитектуралық ескерткіші сақталған. Олардың барлығы дерлік мемлекет қамқорлығына алынып, ерекше күтіледі. Петропавл қаласының өзге елді мекендерден ерекшелігі де көне ғимараттың көптігі. Қызылжар көне шаһар болғанымен замана көшінен қалмай жаңаша кейіп-киюде. Биыл еліміз үшін мерейлі жыл. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын атап өтеміз. Ата-бабаларымыздан аманатқа қалған жерімізді одан әрі гүлдендіруге әрқайсымыздың өз үлесіміз қосуымыз керек. Өткенін мақтан тұтып, бүгінін нақты бағалай білу және болашаққа нық қадам жасау еліміздің табысты дамуының кепілі.